Құрметті респонденттер, сіздердің назарларыңызға бір көлік статистикалық нысаны бойынша есептілік кезеңі айлық жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі видео нұсқаулықты ұсынамыз. Бұл статистикалық нысанды қызметінің негізгі түрі көлік экономикалық қызмет түрлерінің жалпы зерттеу үшін кодтары 4951 болып табылатын заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ жолаушыларды және жүктерді коммерциялық негізде тасымалдау бойынша негізгі емес қызмет түрін жүзеге асыратын заңды тұлғалар, өзге мен қалалық электр көлігінде жолаушыларды тасымалдау жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер ұсынады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 2-ші күнге дейін. Әрі қарай статистикалық нысанды толтыру үшін титулдық парақтың жоғарғы бөлігіне статистикалық нысанды толтыруға кеткен уақыт сағатпен көрсетіледі. Төменгі бөлігіне есепті кезең мен бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Бірінші бөлімнің бірінші жол, бірінші қатарында тасымалданған жолаушылар адам санымен толтырылады. Бірінші бөлімнің екінші қатары, бірінші бағаның жолаушылар айналымы 1000 жолаушы километрмен толтырылады. Бірінші бөлімнің үшінші қатары, бірінші бағаның жолаушылар тасымалынан түскен табыс көлемі 1000 теңгемен толтырылады. Ал бірінші бөлімнің төртінші қатарында тасымалданған жүк, жол жүгі тоннамен көрсетіледі. Бірінші бөлімнің бесінші қатары, жүк айналымы 1000 тонна километрмен көрсетіледі. Бірінші бөлімнің алтыншы қатарында жол жүгі тасымалынан түскен табыс көлемі 1000 теңгемен көрсетіледі. Бірінші бөлімнің жетінші қатарында көлік құралдарын жүргізушімен қоса жалға беруден түскен табыс көлемі 1000 теңгемен көрсетіледі. Соңғы бетте кәсіпорынның атауы, мекен жайы, электронды пошта, мекен жайы және телефон нөмірі көрсетіледі. Бір көлік айлық статистикалық нысанды толтыру бойынша сұрақтарыңыз Маңғыстау облысы статистика департаментінің қызмет көрсету статистика басқармасының 31 91 63 телефонына хабарласуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.